Демеулік шылаулар, еліктеу сөздер, частицы, подражательные слова. Өздері тіркесетін сөздерге қосымша реңк күштейтін, мағыналарын күшейте түсетін көмекші сөздер демеулік шылаулар деп аталады. Частицы вносят дополнительные смысловые, эмоциональные, модальные оттенки, значения отдельных слов и предложений. Сұраулық: маме, бабе, папе, ше. Таума, барасың ба, жоқ па, сен ше. Күшейткіш: ақ, ау, ай, да, де, та, те, шы, шы. Сен ақ, солай ау. Нақтылық: қой, ғой, ды, ді, ты, ті. Қойғанды екен ғой. Шектік: қана, ғана, ақ, тек. Жақсақ: сондай ғана, тек қана. Болымсыздық: түгіл, тұрсын, тұрмақ. Ол түгіл, былай тұрсын. Көңіл күй: мыс, міс. Болыптымыз, айттымыз. Түрлі дыбыстарға еліктеуді немесе құбылыстар мен қимыл қозғалыстарды бейнелеуді білдіретін сөздер еліктеу сөздер деп аталады. Еліктеу сөздер мағыналық жағынан еліктеуіш сөздер және бейнелеуіш сөздер болып екіге бөлінеді. Жанды, жансыз заттар шығарған түрлі дыбыстарды беру үшін қолданылатын сөздер дыбыстық еліктеуіш сөздер деп аталады. Тарс-тұрс, ұры, саңқ, қарқ, сарт-сұрт, салдыр-күлдір, қарш-құрш. Заттардың, құбылыстар мен қимыл қозғалыстардың түрлі сын сипаты, әрекеттері көру қабілеті арқылы қабылданып айтылатын сөздер бейнелеуіш сөздер деп аталады. Жалт, қалт, селк, зып, бүлк, ман-ман, қалт-күлт, желп-желп. Подражательные слова являются подражанием различным звукам, световым явлениям, дают образное представление о движении предметов или его состоянии. Мағынасына қарай: еліктеуіш: тарс, ар, қарқ, сарт, саңқ, салдыр-күлдір. Бейнелеуіш: зып, бүлк, қалт, селк, желп. Тұлғасына қарай: негізгі: дүрс, ар, лып, мұрт, солқ. Туынды: томпан, елпен, қорбан, бұралан, сөз алан. Құрамына қарай: дара, шалп, сарт, сырт, көлбен, сопан, қайқан. Күрделі: ман-ман, гүр-гүр, дір-дір, арс-үрс, былқ-сылқ, жарқ-жұрқ.